Сюрприз! Мен ақынмын! Бүкіл билеріміздің, хандарымыздың, батырларымыздың, профессорларымыздың, жазушылардың көшесінің бәрін бүгіннен бастап ремонт жасайсыздар. Ұқтыңдар ма? Жолға жіберетін қаражаттың ішінде қате кетіпті. Қай жерде? Қорытынды сомада 3 миллион артық. Тендердің бәрін тоқтатасыз, сөйтіп халықтың айлығын бересіз. Мен ақшаның барлығына тендер тұтқан компанияға аударып жібердік, олар қайтармайды. Бір вариант енді бар енді. Так, айта беріңіз. Бірақ енді сіздің өміріңізге сол қауіптеу боламын екен. Бірақ ол кісінің ана ақша үшін любой адамды не қылып жіберетіні бар да. Не қылып жібереді? Уролог па не, массаж жасай ма не? Сол дұрыс қой енді. Таңертең тұрып, арманға ұмтылып, асығыс өмір, суыған көңіл, бағдаршамда тұрып, уақыт өтеді, кезектерде тұрып, шыдам бітеді. Досым, сенің көңіл күйің мына әнмен көтерілсін, болса егер көңіл күйің шексіз болсын. Мәке! Қалай кетті, а? Тамаша. Сәл қалды. Мен атып бұр. Жоқ, Мәке. Қаламыздың жаңа әкімі Нышан Пшанович. Ассалаумағалейкум көке. Нышан Пшанұлы. Нақсыз, Мәке. Көрдік. Тендердің бар ақшасы осы кісіде. Мәке, сізге ұсыныспен келдік. Сразу айтам, ақшаны қайтармаймын. Тыңдап көріңізші, сізге ұнауы керек. Так. Есіңізде ме, бір сөзіңізде айтып едіңіз ғой, қала әкімінің төбесіне алма қойып жебе қадасам деп. Иә, содан? Міне әкім, міне алма. Орнына ақша қайтар деп тұрсың ғой. Иә. Келіспеймін. Мұнау өтірік әкім ғой. Әке, енді өтірік болсын, қандай болсын, әкім бе әкім? Жарайды. Настоящий әкім болса, бәрін қайтарар едім. А мынауыңа 10% ұстап қалам. Проблема бар. Әкімдер осылай шеше ма не? Басқа әкімде нең бар? Өз проблемің шеш. Ақша керек пе? Кейін шешеш. Мәке, дайынбыз. Жаңында сіз оңға қараттыңыз да, сәл солға қараттыңыз, сол кезде дәл тиеді. Ашымын халықпен бірге. Шамшамыш. Все-таки сіздің ел үшін, жер үшін жаратылған адам екеніңізге көзім жете түсуде. Иә, халқым үшін, елім үшін бәріне барам. Маған тапсырмаларыңыз бар ма? Не болса да ойланып істеу керек екен. Әр жұмысты шешу үшін бір уақыттан ала берсең, бір айдың ішінде мен өліп қалдым жаңа. Шамшамыш. Онда жақсылап ойланыңыз. Қатын қайдасың? Шеш. Ойбай, мынау не сұмдық? Не болған саған? Покушение жасап үлгерді ма? Қайдағы покушение? Стройкаға барғың ба, арматураға кіріп кет, қайғадан айта бермеш, жүр перевязка жасайық. Тоныңды бер. Жай тартшы. Жай орасайшы. Шанай.
Бұл темір қалай кіріп кетіп жүр, а? Китайский арматура ғой. Качество жоқ. Тесік көрсе кіре береді екен емес. Сен сол ана стройкаңа бармай-ақ қойшы енді. Тұзың жеңіл адамсың, төбеңе дағы кран құлап кетіп жүрер. Сосын кімді, сені инвалид болғаныңды асырайын ба? Оттай бермеші. Жақсы сөз айтшы, министр боласың, президент боласың деп айтшы. Боласың, жан, боласың, бұл ренжімеші. Боласың, демалаға ұйықта. Көтер, аяғым көтерші. Кәс. Ақырын. Ох, жалмай. Айтпақшы рахмет. Айлық түсті ғой. Рахмет, демалаға. О, Маке! Қалай досым? Жақсы. Бәрі нормально ма? Бәрі нормально, бәрі под контролем. Сізден жаңалықтар. Қалай ана әкімі? Тірі ма? Ой, мен 5%-ім қалай? Қалай болды? Бәрі нормально, жақсы. Кім ал? Асқар Санатович. Алло? Асқар Санатович. Ой, еш нәрсе қатырып жатқан жоқ, сол таксистің басына жол жөндеудің басқа не келуші еді, сол жолмен айналысып жүрген. Все. Не переживайте. Все хорошо. Асқар Санатович. Под контролем бәрі. Все. Старый пердун елки. Осы деймін да. Нышана қапшан. Мына көшелердің атаулары бәрі орысша. Неге қазақша осы? Өзіңіз әкім бол. Кешіріңіз. Не деген ақыл, не деген бас. Кешіріңіз. Дұрыс айтасың, осын қолға алу керек. Қанша ата-бабаларымыздың атын қою керек. Жарайсың, ырза болдым. Бас десе бас екесің. Сәкебай, орысша көшелерді, қазақша көшелерге ауыстырсақ қанша ақша кетеді? Енді ол дегеніңіз бюджеттің 5% ғой. Негізі көшелердің атын ауыстыруға 5%-тен түк емес. Қазақ тілінің мәртебесі үшін тіпті 10%-тің өзі еш нәрсе емес. Мен де солай ойлаймын. Анда приказ шығарып, көшелер бойынша қызметкерлер жібере берейін бе? Негізі сол бір көшенің атын сіз секілді мықты тұлғаны тәрбиелеп шығарған әкесінің атымен атау керек еді. Сәкебай, мынау артықшылығы. Да. Рұқсат ба? Рұқсат. Сіз кімсіз? Мен ана көше. Көшеге ат бергізсен ба? Сонымен қанша көше болды? 298 көше. 298? Онда 10 күн үйіңе бармайтын болдың, қасым отыр. Келіп мына жерге жұмысты бастаймыз. 32-сіне келдік шамшанға. Енді 32-ге келдік па? Бітіп қалды ма сонда? Батырлар, хандар? Батырлар, хандар бітті. Енді 266 қалды. Бізде енді қазақта сөздерге қойын. Суыр алған, қасқыр қуған, қамыс көл. Әлі 124 бар ма? Енді бізде көп қой ұрулар. Албан де, найман де, арғын де, адай деп құтырлап ұра берсейші. Шамшан бұл соңғы көше, соңғы. Айтып қоймай саған, түйе жапырақ дедің ба, түйе жапырақ. Атын кім сен өзі? Аруан ба? Аруақ. Өзің пітірші, шамал. Қалайсың, Сәкебай! Жарайсың, Сәкебай! Ой,
Пугачев көшесін есек қырған деп өзгерткенсіз ба? Атырында ата бабаларымыз есек қырған деген. Сол кезінде сол есектердің бәрін құшақтан қырғаннан кейін есектердің бәрі біздің жерге қашып келген ғой. Ұзындамай алдыңға қарашы, соғатын машина. Кешіріңіз. Нышан аға Пышанұлы, негізі ол Пугачева емес, Пугачев қой. Я какая разница, Пугачева, орыстар емес па? Есек қырғанда есектің бәрі қашып келген. Ей, бас жарсам ғой ұры. Шашақ бір күлдіріп алдым ғой. Риза болдым саған, молодец. А Димаш куда смотрит? Түсінбей қалдым, көтенің өтіп. Копенгаген плазаны Чамшаныш. Копенгаген бізге ұнады. Сәкабай құжаттарды дайындайды, қол қоямыз. Сосын мынаған айтшы, біздің қазекендер тек қара жұмыс істемей, біздің де оқығандар бар, білетіндер бар, үлкен қызмет жасасын. Бұлардың да жұмысшылар қара жұмыс істесін. Ұқтың ба? Мен көзімше перевод жасап. Biz sakin fazlası mı bildi, az bazı kasmaz. That's through me. Well, actually, we don't mind. Shall we sign the contract now? Yes. Okay, thank you. Thank you. Түсіндік қой. Сағында шам дейміз. Мен айтып осы қаланың бәріне бұрыш-бұрышына әжетхана қойылыр деп айтты. Тез ба. Үстіне шығып шай ішейік. Sehr gut, das ist gut, das ist sprechen. I love you. Mr. Jones, come to me. Бәрін түсінем, жам. Мен кінәлімін. Кто вам дал приказ поменять название улиц? Я прошу прощения, завтра все сделаем как положено. Какой ты Аким? Ты самозванец. Ты хоть знаешь, кто такой Пугачев? Ну, я знаю, он хорошо поет, Аллах много. Ага, ужас. Ужас. Он воевал за таких, как ты. Прошу прощения, извините. Сен маған айтшы, менің әкем саған не жаманшылық істемеді? Еш жаманшылық жасаған жоқ. Ол кісі дегенің мемлекет қайраткері болған кісі. Я білеміз. Болды, қайттан береміз, жазып қойдым. Такого унижения я еще не видела. Я тоже не видел, я прошу прощения. Все, следующий, апасыз. Кредитін жауып береме деп келіп едім. Я, ертең келіңіз, ертең жабамыз. Ертең кездесейік, ертең шешеміз. Рахмет сіздерге көп. Все, я прошу прощения, завтра все сделаем как раньше будет. Шақырыңыздан Чамшаныш. Сағабай кел. Ана орысша атаулардың бәрін қазақшаға аударып қой көшелерді. Сол срочно қайттан орысша атауын беруіміз керек болды. Әйтпесе ана кемпірлер келіп точно мені өлтіреді. Чамшаныш, олай істесек тағы да бюджеттің 5% кетеді ғой. 5% кете ме? Сен жасашы айналайын. Бүгін бітірші соны, өлтірейін демесең мені. Сағабай, сенетім сен ғой. Чамшаныш, онда приказ шығарда берейін? Шығарт. Мына сол қолмен жазамайдым. Үйдің адресі қандай? Үйдің адресі қандай? Желтоқсан 16. Отыр, отыр дейм. Дұрыс келе жатырмыз ба? Иә. Жүре беріңіз. Сіз менен гөрі қаланы жақсы білесіз ғой. Машинаны да жақсы едігіз. Иә, айдағаннан басқа қолдан іштен келмейді ғой. Не дейсіз? Жай, әшейін. Осы жер ма? Ау. Осы үй ма дейм? Иә, осы үй. Осы үй. Енді ақ осы түсі енді. Иә. Кешіріңіз. Нышан аға Пышанұлы, сіз мен кешіріңізші. Мен асырап отырған бала шағам бар. Мен жұмыстан шығармаңызшы. Мен нанысы болды. Енді талын сатпайым болды. Есің дұрыс па сенің? Жындысың ба? Адам өз бір қоя, әрең жүрген кезде мені ауыртпаңдаршы, пожалуйста, өтінем. Ертең 8:30-да жерде болам. 1 минут кешіксең точно уволю. 8:30-да ма? Иә. Болды, 8:30-да осында болам. Бош, түсші. Рахмет, Нышан аға Пышанұлы. Кешіріңіз, Нышан аға Пышанұлы.
болыңыздар. Қарындарыңызға тойдырып алыңдар. Ботқадан басқа тамақ жоқ қой бізде. Күніге ботқа болды ғой. 20 жыл болды ғой біздің ботқа жеп жатқанымыз. Жей берсене, үндемей отырмай. Между прочим, Шан, ботқа өте пайдалы, миды тыныштандырады. Сен бар осы әкім болғалы бері қатты нервнен кетті. Сен бар ғой, басқалардың қатынын көрші. Күніге сұрайды, кешке не жейсің, обедке не жейсің, таңғы тамаққа не жейсің деп сұрап тұрады ғой. Саған салса бар ғой, таң атпай палау жеп отыратын еді. Мына қараса жей, 20 жыл болды ғой жеп жатқанымызға. Сен 5-ші, қаншаншы жеп жатқаның қазір? 5-ші. Қарасай, 20 жыл ботқа дайып кет. Сен өзің тұрыңа қарашы. Может, балам екеумізге ботқа ұнайтын шығар. Сен осы бізбен вообще санаспайсың да. Не дедің? Қайталашы. Не дедің дейді саған қазір? Кешірші, ойланбай сөйлеп қалдым енді. Не дедің дейді саған? Балам екеумізге ботқа ұнайтын шығар дедім. Сосын сен бізбен санаспайсың дедім. Алла Салтанат, бүгін бізде ашық есік күні. Бүгін біз халықтың зарын тыңдайтын көріміз. Қазақшасы? Арыздарын тыңдайтын көріміз. Біз халықтың жағдайын ойлауымыз керек. Біз халықпен санасуымыз керек. Ұқтың ба? Қазір мен барамын. Соның кезде сен миың қатып жұмыс істеп жүр. Жиғы. Ей, ботқайым. Ана жер мәселесі сол ауызып кетті ғой, бітірейік та. Шешеміз асықпа. Ыңғайы келмей жатыр просто. Жоқ. Жаңа Асқар Санатович отпуске кетсе, одан бәрі бітеді дедіңіз. Ол кісі кеткенмен орнынан Нышан деген таксист келіп алды емес па? Бірісі әкім дейсің, бірісі таксист дейсің. Өз қолыңнан келеміз бірдеңе. Мен қолымнан келмейтін шаруа жоқ, если что. Бір таксистті шеше алмай отырсыңдар ғой? В принципе, ол маған не мешает. Өзім жүрген адам ғой. Зато оның арқасында басқа жұмыстарын бәрін шешіп алып жатырмын. Жоқ. Может, подставить етіп па, бірдеңелер жасап шешіп. Зато өзіңе жақсы емес пе? Тезірек бітіріп тастаған. В принципе, жалғыз өзін подставить еткен обал болар, е? В смысле обал болар? Тебе какая разница? Алсын сен оны. Саған жерін шешіп берсем болды емес па? Ровно дыши, тамағын же. Болды. Нышан керек ола ма? Кір, Сәке, кел. Сәке, келген жақсы болды. Мен бүгінен бастап аптаның бір күн ашық есік күнін жасап жатырмын. Себебі халықтың мұқтажын, кімде қандай проблема, кімге не керек, соның бәрін мен шешпегенде кім шешеді? Нышан, күннен күнге сіздің халық үшін жаратылған адам екеніңізге көзім жете түседі. Сәке, рахмет, түсінгеніңе рахмет. Мына өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Тіпті бұрынғы әкіміміз бар ғой, 3 жыл отырғанда мүлдем бұлай жасаған емес. Мен отырдым ба, мен халық үшін жұмыс істеймін. Нышаныш. Мына тұрым, ате бер. Тек қана оны қарап қана қоймай, тыңдап қана қоймай, мәселесін майшаммен қарау керек деп ойлаймын. Өте орын. Ол тем более сіз халыққа өзіңіз инициатива туғызған екенсіз, ашық күн жариялаймын деп. Тем более отказ беруге ма? Егер де бүгін отказ беретін болсаңыз, ертең сіздің әкім деген атыңызға кір келетін болады. Өте орынды. Өте орынды айтасың. Осы әкімшіліктегі жігіттердің бәрі сен сияқты жұмыс істесе ғой. Мен 30 жыл бірге тұрып жатқан қатыным да осы сен сияқты түсінбейді ғой. Сен барыңа рахмет. Так. Шамшаныш. Сәлеметсіз бе? Мен жастар қоғамдық қорының атынан келіп отырмын. Қазіргі таңда жұмыссыз жастарға жұмыс сұрап келіп отырмын. Өте орынды. Жұмыс тауып береміз. Сіздер сияқты біздің болашағымызға жұмыс әр уақытта табылады. Рахмет. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Білеу болып сатып тұрмын. Енді? Маған үй салатын жер бер. Жер бер. Бол, жазып қойдым.
Мен көп балалы ана едім, қазір аяғым ауыр. Ендігі менің мақсатым Америкада босану. Соған маған жағдайымды жасап берсеңіз. Бізде ше? Біздің врачтар маған мүлде ұнамайды. Бол, жасаймыз. Рахмет. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не жұмыспен келдіңіз? Мен 42.500 алған жоқпын соған кейін. Сізге рахмет. Мен де алмап едім, екеуміз бірге алайықпыз. Мен жазып қойдым. Алмамын ғой менде 40.500-ді. Болды, ертең аламыз. Сау болыңыздар. Рахмет. Сізге де рахмет. Не жұмыспен келдіңіз? Мен жай ашейін келгенім сол. Давайте жұмыс істеңіздер. Давайте жұмыс істеңіздер. Болды, жазып қойдым, жұмыс істейміз. Рахмет. Мен бір ұл тәрбиелеп отырған жалғыз басты анамын. Жесірмін. Күйеуім қайтыс болған. Енді балам екеуміз бір бөлмені арендаға алып тұрып жатырмыз. Тамақты да сонда ішеміз. Туалетіміз де сол жерде. Сол жерде ұйықтаймыз. Күз болса суып кетеді. Ел сияқты пәтер жалдап тұрайын десең, арендасы қымбат. Маған тым болмаса бір 5-ақ бөлмелі үй беріңізші, өтініш. Секебай, барып кеш, қанша адам қалды екен. Мына мен жесір қаттың мәселесін шешейін. Болды, Жамшаш. Қатын, есің дұрыс па сенің? Ойбай, ашық есіктер күн емес пе енді? Менде осы қалам тұрғыным ғой. Менде... Мына жындықанадан шыққан қатынды жібермеңдер. Нужен приют для котят. Жасым 35-ке келіп еді. Үйленсем деп едім. Ассалаумалейкум, Аким мырза. Уалейкум ассалам. Ақыр футболды қырып жатқан жоқпыз. Стадионға картош ексем ба деп едім. Өте орынды айтылған. Бірақ сіз 1 сағат кешіп қалдыңыз. Сәбіз егетіндер келіп те соны арендаға алып кетті ғой. Үлгермей қалдым ба сонда? Үлгермей қалдым. Оны екен анау қауын егетіндер тұр очередте. Оны екен анау асқабақ егетіндер, жүгер егетіндер. Бір 4-5 жылдан кейін келсеңші. Жарайды, рахмет. Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай, жақсы ма? Мен осы қаланың ортасынан кішігірім бизнес ашайын деп едім. Сізге кетіп тұрған өтінішім акиматтың алдынан кішкентай бір газон берсеңіз. Сізге деген сый-сияпатым бар. Сол жерді берсеңіз маған. Мынандай сыйлықтар күніге әкеліп. Газон, я? Ойбай, Міне газон. Газон. Шеш, ортай бермей. Шан атамылы елге қызмет жасаймын деп шаршап келген шығарсыз, көмектесіп жіберейін. Келе ғой. Айналайын. Келе ғой. Әй, Аким мырза, сөйлесіп тұрмыз ғой сізбен. Құдай, Бағана неге мен кабинетінен қуып шықтың? 5 бөлмелі пәтер алып қалатын едік қой. Сондай шанс болып тұрғанда. Болды, шаршадың ба жаным? Демала ғой, демала. Болды. Қатын, ұстамайын ақ отсын не, түн жарымда? Кече әлі 10 болған жоқ сақ, не болды сағын? Тоңып қалдым. Ертең бар, тетісті тексермесен бір ғой, тетістігілер көмірдің бәрін сатады екен ғой.
тамақ бар ма, қарым ашып кетті. Бар. Сен үстіңе киіп алшы, тоңасың қазір. Кием. Шаптырып алайын бірінші. Иә. Қасыма отыр. Енді акиматқа 4 километр жақындайтын болсаң бір ғой аяғын сындырам, ұқтың ба? Мен халықтың жағдайын ойлап, халықтың мұңын тыңдап, соларға жағдай жасаймын дегенде, бәрін бұт шын шығардың ғой сен. Ашуланба сен. Қалай ашуланбайсың? Бағана мен саған кірем деп очеркте тұрған кезде білесің ба, сен туралы күшті сөздер естідім ғой. Не деп жатыр? Бүйтеді. Әшейін не дейді ана, садиктің директорына кіре алмайтын, мына әкім деген молодец, өзі шақырып жағдайыңды сұрап жатыр. Әкім болса осындай адам болу керек деп әптен мақтады ғой сені. Кесін ауызы. Апта сайын осы ашық есік жасамасам, халықты тыңдап, мұңын тыңдап, соларға жағдай жасамасам атым өшсін. Жаным, сенің бар ғой, мықты әкім болатын баяғы да білген мен, білесің ба? Сен мақтаған сайын бір ғой, сенді мынау. Сығыраңда әдемі болай. Бері жақын отыршы. Әй, бала кеп қоса етті. Балаң мен таксоват етуге жіберген машинаны айдап. Точно. Бала машина айдап жүргенде мен де сені ажарагучи. Жүрші өзің ажарагучи. Ажарагучи. Қалайсың бұл? Жақсы болып. Саған да ботқан оңай ма, жұмыртқаға көшсің ғой? Сол мамка ренжімесін деп жүріп қой. Сен ренжімесін десек, күніге 5-6 адам оқырып жатсың ғой? Айтсай, ана тамақ жейін, мына тамақ жейін деп. Жоқ, көп қылып жасайды, тұрсың. Жеу керек. Сабақ қалай? Оқу тасысам ба деймін, пап. Ана мыңғыр азандар вообще миға сыймайды. Бокс ше? Бокс сасады қой. Финалға дейін жетесің, үшін біреуге беріп жүреді. Утешительный приз алып, қуатым жүресің соған. Баламай. Қандай жұмыс алсаң да, оқуды алдың ба? Соны өзің қалауыңмен түстің ғой? Иә. Соңына дейін апар. Боксқа қатыстың ба? Соңына дейін апар. Шықтың ба рингке? Талдыртпаста, дұрыс па? Машинаны жөндейм, соңына дейін. Жөндейм. Клиентті алам ба? Соңына дейін ауыртпастайым. Қандай жұмыс болсын, соңына дейін апару керек. Қиындық іштенге бермейді. Сен өз менің жұмысыма барғың келе ма? Бола ма не? Секретаршаны көрсетемін. Шутка. Жарайды. Мен кет. Жұмыртқа жемейсіз ба? Өзімнің жұмыртқам бар, 2-3 штук соғым жеймін. Атың кім айтты? Ау, тоқташ, не? Он не вот. Тоқта деген тоқтасайшы адамды. Не мынау? Не шум мынау? Не айқай мынау? Пешет қой дедім, пешет қой. Қол қой дедім, қол. Қағазға да қол қойып бердім, пешеттен ұрып бердім. Сен сол қағазыңды бар ғой, ұқтың ба? Мәдениет сөйле, сен мәдениет. Нышан Ағапшанұлы, қалайсыз? Қалайсыз, қайықта жүрдің тақырбас? Қайда білейін, жалып кететін. Әйтпесе шашып тастайтын ба барып? Көрдің ба, бастан тепті ғой.
Не жағдайың, Шамшаныш? Сагабай, қалайсың бауырым? Сені бір көмек керек болып тұр. Енді қиын жағдай екен, Шамшаныш. Бір идея бар. Жоқ, адамда жақсы идея. Иә, қазір келем жұмысқа, иә. Кеттік жұмысқа. Сәлеметсіздер ме, құрметті бақ өкілдері. Қала әкімі Нышан Шанлы кешегі және бүгінгі болған жағдайларға байланысты халық алдында жауап беруге дайын. Шамшаныш. Құрметті ханымдар мен мырзалар, журналистер, өздеріңіз білесіздер, кеше ашық есік күні болды. Сол кезде мен өзімнің білімсіздігімнің арқасында көп қателік жібердім. Сондықтан да сіздерде мен басым дейіп кешірім сұрайын. Әкім мырза, сіз кеше бір шулы оқиғаның басы қасында болыпсыз. Сол жайлы не айтасыз? Ол қандай? Білдей бір қала әкімі бола тұра, халықты жерден алып, жерге салып, боқтағаныңыз қалай? Біріншіден, Қазбалықтың арқасында сондай жағдай болды. Ағатсыздық болды мен жақтан. Сондықтан да сіздердің алдарыңызда тағы да мен кешірім сұрайын. Рахмет. Қалай сонда? Халық алдында оғау сөз айтып алып, кешірім сұрап құтып аламын дейсіз ғой, Нышан мырза, мұндай масқарадан кейін сіздің орныңызда болсам, әкімдік қызметінен бас тартып, бұрынғы жүргізуші қызметіме оралар едім. Рахмет. Негізі журналист қыз дұрыс айтады. Отставкаға кетемін деп айтыңыз. Әйтпесе, сіздің өміріңізге қауіп төндіруі мүмкін жәбірленушілер. Сондықтан отставка кетемін деп хабардар етіңіз. Құрметті журналистер, құрметті қала тұрғындары, мен қолымнан жақсы әкім болу қолымнан келмеді. Түсінемін, менен көп қателік кетті. Жақсы әкім бола алмадым. Бірақ үйде жатып алып та бәрін жамандай беруге болмайды. Бейбан батыр болып. Сондықтан да мен жұмысымды соңында дейін жеткізуге тырысамын. Және де қалалықтардың сіздердің көңілдеріңізден шығам деп барлық жақсылықты сіздерге жасаймын. Рахмет. Осымен жиналыс аяқталды. Сау бол. Қайда кеттіңіздер? Соп. Мендегі сұрақ қой, кінәлі келмас қой, дейді жауап жоқ қой, бәрі болды ғой, әйтеуір кінәлі бәрі шетінен тек өзің емес. Баласынан артықсың ба не? Болма кеңгелер, өсек құрсын өсек ал өсек таратқан кім десек, бір-біріне сілтеп ап меремес, дейді не керек? Күлі досқа келер, басқа болма карте ападай, оның күлкісі алмайды прям менің апамдай. Чубырыншы секунд қой, қазақпыз ғой, сенің кім екен білесің бе? Қазақпыз ғой, список, бірақ тойда адушісіз қазақпыз ғой, отвечаю на нос.